Сондықтан Абай атамыз айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді. Бәріміз мал тілейміз, бірақ өкінішке қарай, біз қазір Құдайдан да мал тілемейміз ғой, шыны керек, Біз кімнен тілейміз малды? Адамнан тілейміз. Бастығымыздан тілейміз, Мектептің, мысалы, мұғалім директордан сұрайды. Заводтың жұмысшысы, заводтың директорынан сұрайды, фабриканың директорынан сұрайды. Шынымен де, пайғамбарымыз бір хадисте айтады екен, кедейліктің бір күпірі бар дейді, күпір қаупі бар деген. Неге? Өйткені ол өз сияқты адамнан мал сұрап қалуы мүмкін деген сөз бар. Ол Құдайға күфірлік екен. Өз сияқты адамнан мал сұрап, ақша сұрау. Өйткені ол да сен сияқты адам. Рас па? Ет пен сүйектен жаратылған. Малды кімнен сұрау керек? Құдайдан сұрау керек. Неге? Өйткені Құдай малдың иесі Құдай. Малдың ғана емес, біздің жанымыздың иесі, 18 мың ғаламның иесі. Ең алдымен осыны орнықтырып алу керек қой. Осы ұғымға келуіміз керек. Өйткені бұл ұғым біздің табанымыздың астынан шығып кеткен баяғы. Біз ауызбен айтамыз, бірақ жүрегіміз сенбейді. Неге? Өйткені бізді сендірген Құдай жоқ. Және басқа да жаңағы атеистік неше түрлі сөздер біздің санамызды әбден есеп тастаған, санамызды улап тастаған. Біз солда малды иесінен сұрамаймыз да, сонда бірінші не? Соны иесін тану керек, иесінен сұрау керек. Сонда Абайдың заманында бұл жеңіл болған. Неге? Өйткені сол кездегі бүлінбеген, әлі де бүліне қоймаған қазақ, бұл білген мал. Сонда Абай айтады, Құдайдан мал тілейсіңдер дейді, берді алмайсыңдар дейді. Берді дейді сендер. Қызық, беріп тұр екен бізге. Біз қазір ойлаймыз, Құдай береді дейміз, рас па? Бәріміз ойлаймыз, Құдай береді дейді. Бәріміз үмітпен өмір сүреміз, үзілмейтін бір үміт бар біз, Құдай береді. Абай айтады, Құдай сендерге беріп қойған дейді. Ал беріп қойсын. Алмайсыңдар дейді. Мысалы, сіз лотереядан 150 мың доллар ұттыңыз, алмаймын десеңіз не болады? Не болады? Жұрт түсінбей қалады, жұрт түгілі өзін түсінбей қаласың. Рас па? Ал Құдай тағала саған 150 мың доллар емес, 18 мың ғаламды қайлығын сенің аяғың астына қойды ма? Берді, алмайсыңдар. Сонда бірінші не берді деген кезде, бірінші сендерге бергені қуат берді дейді. 12 мүшелерін сауғып берді дейді. 12 мүшені сауғып берді дейді. Қуат берді дейді. Мал табу үшін. Міне сонда данышпан қазақ айтады екен, 12 мүшең сау болса, келемін деп айтпа. Ал бізде қазір 12 мүшесі сау. Қанша адам бар, кедей? Рас па? Ауылда отыр. Неге жұмыс істейсің? Жұмыс жоқ дейді. Жұмыс жоқ дейді. Ендеше қалай болу керексің? Құдай береді дейді. Абай айтады, саған Құдай беріп қойған дейді. Әуелі әлдеқашан беріп қойған. Сені жаратқандай беріп қойған саған. Біз осыны ең бірінші түсініп алуымыз керек те, әрбір ата-ана өзінің баласына түсіндіру керек. Айналайын, мынау қуат саған берілген, не үшін? Мал табу үшін берілген. Судың да сұрауы бар, ертең сұрау осындай ақиретке қарағанда. Қалай сен жұмсадың мына қуатыңды? Егер баланың өмірі дұрыс болмаса, ата-ана тікелей кінәлі. Неге? Өйткені ата-ананың өзінің миы жетпейді соған, сөз. Рас па? Қазақ айтады, өзің диуанасың, кімге пір боласың? Содан баланы тәрбиелейміз дегенді қою керек, өзіңді тәрбиеле бірінші. Ешқандай қазақта сөз жоқ, әкенің айтқанымен ұл өседі, шешенің айтқанымен қыз өседі деген сөз жоқ қазақта. Қазақ айтады, әкеге қарап ұл өседі, шешеге қарап қыз өседі дейді. Сен өзің қандайсың, сені қайталайды балаң. Міне сонда Құдайдың бірінші берген денсаулық екен бізге. Екінші, енді әрине денсаулық бар, бірақ енді денсаулық бар, қуат бар, бірақ ол қуатты орынсыз да жұмсауға болады. Мысалы, жер қазуға болады. Сіз білесіз бе? Жердің 1 кубометрін құнын білесіздер ме? Сметалық құны қанша? Совет үкіметі кезінде мен құрылыс жүйесін бітірдім ғой. Сонда біз жерді есептейміз ғой. Жердің 1 кубометрі 8 тиын. 1 кубометр, сіз бе? 1 метр бұлай, 1 метр бұлай, сіз қазып тұр 1 метр жерді. 8-ақ тиын соны. Сонда сен қуатыңды орнымен жұмсамасаң, сен кедей боласың әлбетте. Немесе базарға барып тәшке сүйреуің болады, мысалы. Ертең 50-ге келгенде сосын шойылып жатасың. Неге? Өйткені қуатыңды дұрыс жұмсамай жатсың. Мал тапқан жұмыс екен деп жаңағыда базарда үшін тәшке сүйретіп. Ол жерде 18-де шағын жарасатын шығар. 20-да жарасатын шығар, 30-да жарасатын шығар. Бірақ 60-ға келіп тәшке сүйретіп жүрсе не болады? Не болады? Ұят болады.
Сонда Абай айтады, Алла Тағала сендерге дейді, сол қуатты орынмен жұмсауды үйрететін ғылым берді дейді. Оны игермейсіңдер дейді. Сол қуатты орынмен жұмсайтын ғылымды меңгерген, сол ғылымды оқығанда оқу үшін ақыл берді дейді. Ақылдарыңды қайда жұмсап жүрсіңдер дейді. Сонда адам өзінің ақылын дұрыс жұмсамағаннан кейін осындай кедейлік көрмеді екен ғой. Сонда Абай айтады ғой, егіннің ебін, сауданың тегін, үйреніп оқып мал ізде. Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең істің бәрі бос. Қуансаң қуан сол кезде дейді. Өйткені Шымкенттің қазағы егет, огород шықпай қалады, өзбектің адам егет шығады. Неге? Неге? Өйткені ол ғылымын меңгерген сөз. Өйткені Абай айтып тұр, егіннің де ғылымы бар, сауданың да ғылымы бар. Ең ақыры шаштараз болудың да ғылымы бар. Міне, сол біздің ақылымызды қазір, біз сол ақылымызды дұрыс, яғни біз қазірден бастап, бүгіннен бастап, осы сәттен бастап, мен кедеймін деген ұмыту керек. Кедеймін деген ұғымды алып тастау керек бастан. Біз барлығымыз қандаймыз? Біз баймыз, неге? Өйткені 12 мүшеміз сау. Алла Тағала бізге берген. Енді ақылымызды жұмыс ету керек. Ақылды біреулер айтады, мысалы, сен неге мал таппайсың десе, мен әлі студентпін ғой дейді. Бірақ оқып жатқан жоқ. Ол өзінің сол студент екеніне өзін алдап мас болып жүрді. Біз мастық дейді ол. Шәкәрім айтады ғой. Шақ түрлі өмір бар, бәріне мас, бір рәуішті болады шалменен жас. Ең керекті деген ортаншы өмір. Түгел қолын бір жетпейтін, бір жанталас. Қап өткізді сол кездің бір сағатын. Өкініші қалмайды кет сағатын. Күні түні дегенме ғылым ізде қалсын десе, артында адам аты. Өмірдің басы бала, ортасы адам, қартайып шал болған соң кетті шаман. Мақтап жүрген өмірің осы болса, шырақ ауыз өлеңі болды тамам дейді. Бәрекелді деп қосайшы, бәрекелді деп қосайшы. Өйткені неге? Мектепті бізге үйреткен. Тыныш отыр. Біз неге не қуана алмаймыз? Бірден тыңдаса бір. Ал бұрын қазақ қалайтындағы, қазақ бұрын айғайлап отқан, бәрі келді, тау шіркін, жарайсың, сен тапқан анаңнан айналайын. Рас па? А біз қандай? Неге? Өйткені Абай айтады ғой, естіген нәрсені ұмытпас үшін дейді. Бір нәрсені көргенде, естігенде көңілденіп, тұшынып, ғибратты тыңдау керек. Біз нені ұмытпаймыз? Нені ұмытпаймыз? Өсекті ұмытпаймыз. Мысалы, байқадыңыздар ма? Естідің ба? Қойы, рас па? Не может быть? Өтірік нүктесін есте сақтаймыз ғой. Тура солай мал табатын ғылым дегерсек қояр. Шынымен бе? Алманы былай ексек былай шығады екен. Жаңақты былай ексек былай шығады екен. Қой, рас па? Демейміз ғой біз. Қойшы, мен жерім жаман. Шықпайды ол. Міне сондықтан қазақ айтады, тастарды қатын жаман, көшеде жұрт жаман дейді. Адам бір нәрсеге махаббат болмаса жамандайды екен. Енді біреулер айтады, балаң неге аз десе, Құдай бермейді дейді. Құдайдың ондай қатысы жоқ оған. Жоқ, қандай қатысы бар Құдайдың мысалы оған? Қарекет жоқ, рас айтасыз. Құдай бермейді дейді. Біреулер бүйтіп айтады ғой, Құдай бермеген не істеймін? Өз сондай бір трагикалық бейне келеді, драма бейне келеді.
не істеймін? Өзі бір герой сияқты да. Сонда Машһүр Жүсіп атамыз айтады, бала ол Құдайдың беретін нәрсесі емес дейді. Оны екі адам дейді, өзі үйір-шүйір болып, алқынып жұлқынып өздері жасайды. Рас? Ол сөзде ет жоқ, оның Құдайдың қатысы жоқ. Сонда Алла Тағала біз жаратқан кезде бізге бәрін берген екен ғой. Бай болудың бүкіл бар, бірақ өкінішке қарай біз соны не істейміз? Білмейміз. Бар білдеймін сонда ғана. Қалай біз соны білеміз, қалай біздің Алланың берген, Құдайдың берген білген кезде біз байи бастайды екенбіз. Неге? Өйткені Алла Тағала бізді жақсы көре бастайды. Неге? Өйткені біз Алла Тағаланың жаратқанын таныдық. Сол кезде Алла Тағала бізді жақсы көреді екен. Неге? Өйткені Алла Тағала айтады екен, кім мені таныса, танығысы келсе өзін танысын. Өйткені мен шебермін, а менің ең үздік туындым ол адам. Кім адамның өзін таныса, мені таныған. Түсінесіз ба? Мысалы, сіз киім тігесіз, киім тігесіз, дизайнерсіз. Сіз мысалы көшеге шығып айғайлауыңызға болады. Ей, ағай, мен шебермін ғой, мен шебермін дейді да. Біреуге айтады, не қайнап тұрсың? Шебер болса көйлегіңді көрсет дейді. Дұрыс па? Дұрыс па? Сол сияқты Алла Тағаланың шебер, Алла шебер деймін, соның ең үздік туындысы біз екен ғой. Біз сөз. Сонда адам өзін таныса, өмірге неге келген, не үшін келген, және Алланың бізге не бергенін таныса, адам бай болмағанды қайтеді. Мен Астанада тұрғанда, жатақханада тұрдым, сонда бір жігіт 6 ай қыс бойы жатты. Семьям онда әлі Қарағандыда болды. Двухъярусный кровать, үстінде жатады. 6 ай шыққан жоқ алға. 25-те жігіт, сосын мен сұрадым одан, сен неге жұмыс істемейсің? Сен ана ұялмайсың ба? Сен енді мынау масқара емес мынау. Ең болмаса сыртқа шығып мына қар тазаласында мысалы, бір күндік мысалы жаңағы нәпақаны тауып әкелуге болады ғой десем, айтады кризис дейді. Мен айттым, сен басында кризис. Қазір көп адамның басында не? Басында кризис сөз. Сол бастағы кризисті жою керек. Ал ол үшін ой түзету керек. Ой түзелсе сөз түзеледі, сөз түзелсе іс әрекетің түзеледі, іс әрекетің түзелсе тұрмысың түзеледі. Сонда Шәкәрім атамыз айтады ғой. Шәкәрім атамыз айтады. Ерінбесең еңбекке дәулет дайын, жаратқан жоқ жатсын деп бір Құдайың. Ойласын деп, ой берді көруге көз, аяқ бер тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салғанмен саруайым, тілегенің тұра ма саған дайын? Жүріп тұрып, ойланып істеп көрсең, харекеттің білерсің сонда жайын. Жатып ішер жан тыныш, салғырт салақ, оған харам, харекет ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін? Жылы орын, түзу киім, тәтті тамақ дейді. Рас па? Сондықтан бүгінгі бірінші харекеттеріңіз қандай болады? Ең бірінші харекеттеріңіз қандай? Бүгінгі бірінші харекеттеріңіз, сіздер бүгін өздеріңіз ерлік жасайсыздар. Ерлік деген не ата? Ерлік деген не? Ерлік дегеніміз өзінің қатын нәпсін жеңу. Адам өз екі нәрседен тұрады екен. Дене және жан. Жаны денесіне әмір беріп, соны бағындыра білетін адамды қазақ ер дейді екен де. Ал денесіне бағынатын адамды қатын дейді екен. Дұрыс па? Сонда мысалы қараңыздар. Қатын деген ол анау жыныстық атау емес ол. Өйткені ол ұрғашы еркек деген жыныстық атау, иә? Рухы мықты әйелдер бар. Кезген еркектен артық әйелдер бар. Ондай әйелдер қазақ елінде бар? Елімізде әйел, міне ерлік сөз. Ал сөзінде тұрмайтын еркектер бар, олардың ол қатындар. Рас? Иә, қатын дейді оны. Сонда біздің батырлар айтады ғой, шық жекпе-жекке, ерсің ба, қатынсың ба? Рас па? Сонда ерлік деген не? Ерлік дегеніміз қатын нәпсін жеңіп, рухтың азығын ала білген адамды қазақ ер дейді екен. Соны ерлік дейді екен, сөзсіз ба? Мысалы біз
базарға барып костюм шалбар аламыз, 80 мыңға, 50 мыңға, ол денемізге жапсыру үшін. Қиналмаймыз. Ал кітап алуға қиналамыз. Неге? Қатын нәпсіміз күшті. Сонда бірінші ерліктеріңіз не? Кітап алу. Реклама зор болуға дейін. Зор ма? Бәрі келді. Өйткені Платон айтқан ғой. Біз дейді, мәңгілік өмір сүретін жанымыздан гөрі туфлимізді көбірек күтеміз дейді. Рас па? Туфлимізді майлаймыз, кептіреміз. А бірақ мәңгілік өмір сүретін жанның азығын бермейміз, неге? Денеміз айтады. Одан да хот-дог алайын. Пайдалырақ дейді. Қалай пайда болса қан? 70-80 жыл өмір сүріп болып қайналатын денеге қиясында, ал мәңгілік өмір сүретін жанына қимайсың. Біз негізі бақырып қошыраймыз ғой. Неге? Өйткені Машһүр айтады, кім жанын сыйламаса дейді, яғни ғылым бермесе, оның жанын ешкім сыйламайды дейді. Алла оны қинайды жанды. Неге? Жан азығын ала алмады. Ал кім жанын сыйласа дейді, ондай жанға екі дүниеде қинау жоқ дейді. Ондай жан жарқырап. Сонда жанын сыйлаған адамға өлімнің өзі рахат екен ғой. Ол күтеді екен. Қашан мен мынау кеңістіктен шығамын? Шәкәрім жанын сыйлаған, өмірін ғылым қараған. Сонда Шәкәрім айтады ғой, өлім маған өмірде мың есе артық сөзсі. Сондағы жеткен. Ал қатын нәпсімен өмірші адамда қорқады өлімнен. Неге? Өйткені жанға азық бермеген. Өмір бойы сол Абай айтады ғой, жанды асырамай, тәнді асырап дейді. Ертеңі жоқ, бүгінге болған қомақ дейді. Ал адамның трагедиясы неде? Олар бүгінмен өмір сүретін адамнан бүкіл жаман содан шығады. Бірақ рет өмір сүретін еді. Тәнін асырайтындар да шығады бүкіл пайда. Ал жанын асырайтын, жанын азығын беретін адамдар адамгершілік, махаббат, сүйіспеншілік, бауырмалдық, барлығы жанның қасиеттері. Ал тән ол эгоист қой. Тән өзгеге болмасын деп отыр. Сол тәннің жанын қазақ не деп айтады олар? Нәпсі дейді. Сіз бе? Нәпсі. Сонда орыстар айтады, врага надо знать лицо дейді орыстар. Сол біздің ең үлкен жауымыз сол нәпсіміз. Соны тану керек. Қалай нәпсіні танисың? Құдайды танисың сонда. Содан осы бүгін харекетте жан, нәпсі, қалай адам осы өмірде бақытты болады? Осының бәрі түсінікті, оңдық тілмен жазылған. Тыңдағандарыңызға көп рахмет. Жетеді. Сіздің ерлігіңіз жетсе, кітап жетеді. Ой, бәрекелді, Омар ағамызға қосып қошеметтеп қойыңыздар, құрметті көпшілік. Мен де қай жақтан шығарымды білмей қалдым жаңа. Ал аға жайғаса беріңіз. Үлкен рахмет, мына Омар ағамыздың еңбектерінен оқып, біліп жатырмыз. Қолтаңба қойғызып, ағамыздың өз қолынан харекет атты кереметтей туындыны еңбекті алыңыздар. Еңбек кәделеріңізге жарасын, бірінші болып ағамыздың өзі шығып келе жатыр. Жұматай ағамыз, солай ғой, қош келдіңіз ағам, мінекей. Бәрекелді, мінекей. Нағыз ер азамат өз сахнаға суырылып шығып кету керек. Өзі қазақ екі ғанибет бар, ақшаны былай қарай бере беріңіздер. Қазақ екі ғанибет бар, біреуі дем ғанибет, біреуі дидар ғанибет дейді. Осы Алланың берген демінің, денсаулығының арқасында Омар ағамызбен дидарласып, бір керемет ғанибетті кешті көріп отырмыз. Қош келдіңіздер, мінекей кітапты ала беріңіздер. Қолтаңбаны